баршаңызға сәлем. Бұл видеода ағылшын тілі 5-ші сыныпқа арналған English Plus Students кітабының 26-ші, 27-ші және де Workbook жаттығу дәптерінің 18-ші беттерін талдайтын боламыз. Окей, бірінші жаттығу бізде мына құрыптағы сөздердің мағынасын тексер дейді, одан кейін астындағы лист мына столбикті толтырамыз. Baby бөпе, child бала, country мемлекет, city қала, family отбасы, house үй, man ер кісі, person адам, бір адам, town қала, village ауыл, woman әйел. Ал енді places деген орындар, жерлер, people деген адамдар. Соны екі столбик қылып жазамыз. Мінекей бірінші столбик және екінші столбикке жазып қойдым. Так, екінші жаттығуда Our World Quiz. Келесі бетте біздің әлем деген квиз бар, соны жасайсыздар. Оны бұдан кейін жасаймыз. Үшінші жаттығу. Бұл жерде бізге жекеше формада берілген сөздердің соның көпше формасын жазамыз. Singular деген жекеше, plural көпше. Boy ер бала, boys ұлдар. Girl қыз бала, girls қыздар. Person адам, people адамдар. Baby бөпе, babies бөпелер. Country мемлекет, countries мемлекеттер. Child бұл бала, children балалар. Family отбасы, families отбасылар. Қараңыздар, regular және irregular деген бізде сөздер бар, ағылшын тілінде. Regular деген яғни формасы өзгеретін сөздер, формасы өзгермейтін сөздер, ал irregular деген формасын өзгертетін сөздер. Келесі бізде төртінші жаттығу. Мына жерде біз квизді жасап болғаннан кейін тыңдап, қандай сандар екенін жазамыз. Яғни 196, 196, 267, 267, 1000, мың, million, миллион. Мына сандарды айт дейді. 135, 842, 305, 6 million, 12,000. Мына жерге жазып қойған екенмін. Так, алтыншы жаттығуда мына жерде толтыруымыз керек. Popular names for boys and girls. Ұл балдар және қыз балдар үшін танымал есімдер. Мысалы, Серік, Сәкен, Әйгерім, Айдана деген. The capital of my country. Менің мемлекетімнің астанасы. Нұрсұлтан немесе Астана. Name and the population of my town, city or village. Менің қаламның, яғни адам саны. Мысалы, Тараз дейтін болсақ, 3521. 3521 адам, примерно. Names of interesting towns or villages near here. Сенің, яғни қалыңа жақын жердегі қызықты қалалар, немесе ауылдар. Қарқаралы village, әдеге village деп жазуға болады. Келесі 27-ші бетте мінекей quiz, our world деген facts and figures. Фактер және танымалдар дейді. Так, мына жерде бірінші, there are 7 billion people in the world. There are more boys and men. Әлемде 7 миллиардтан асқан, billion деген миллиард, ал million болса m болады. 7 миллиардтан асқан адам бар, және олардың көпшілігі ұл балдар және еркектер. There are 4 new babies in the world every 10 minutes. Әр 10 минут сайын жаңа бөпе туылады екен. The population of Tokyo, the capital city of Japan, is Японияның астанасы Токиода адам саны 13 миллион. There is a village in Norway called A, and there is a town in Норвегияда бір ауыл бар деді. Соның аты E әрпінен басталады, және де ол E әрпінен басталатын қала Британияда бар екен. Окей. There are 196 countries in the world. Әлемде 196 мемлекет бар. Ava, Lucas, and Charlotte are popular names of children in Australia. Ava, Lucas, Charlotte деген Австралиядағы танымал есімдер екен. There are 100 families in this long house in Malaysia. Мына Малайзиядағы long house деген ұзын үйде тұратын адамдар, яғни 100-ден астам отбасы бар екен. Келесі бізде жаттығу дәптерінің, яғни Workbook'тың 18-ші беті. Бірінші жаттығу бұл жерде, яғни қалалар, адамдар туралы, жаңағы Students Book'тағы жаттығулар сияқты. Town қала, city бұл да қала. Мінекей айырмашылығы town деген үйлерден құрылған, көбінесе жер үй болады, ал city қабатты үйлер
көбінесе ол жерде қабатты үйлер болады. Family отбасы, person адам. Woman әйел адам, house үй. Country мемлекет, man ер адам. Так, екінші жаттығы сөйлемдерді жазамыз. There are 5 houses. Мына жерде 5 үй бар. There are 3 families. Мына жерде 3 отбасы бар. There are 6 children. Мына жерде 6 балалар бар. There are 8 people. Мына жерде 8 адам бар. There are 2 cities. Мына жерде 2 қала бар. There are 4 women. Қалып кетіпті мына жерде. Women деген сөз қалып кетіпті. Мына жерде 4 әйел бар. There are 7 babies. Мына жерде 7 бөпелер бар. Үшінші жаттығы бізге қате сөйлемдер берілген, соларды дұрыстап жазып шығамыз. Бірінші, there are 20 children in my class. Менің сыныбымда 20 оқушы бар. Байқоңыр and Петропавл are interesting cities. Байқоңыр мен Петропавл қызықты қалалар. There are 11 men in a football team. Футбол командасында 11 ер адам болады. The babies are happy now. Бөпелер қазір бақытты. Бесінші, there are 10,000 people in this town. Бұл қалада 10,000 адам бар. Is this tennis club for families? Мұна теннис клубы отбасылар үшін ба дейді. Мұна қорапта сөздері қолдана отырып сөйлемдер құрады дейді. Мінекей, there are 5 children in my family. Менің отбасымда 5 бала бар. Қанша бала болса соны жазамыз. 3 бала болса 3 children, 2 бала болса 2 children деп. There are 10 boys and 15 girls in my class. Менің сыныбымда 10 ұл бала және де 15 қыз бала бар деп жазамыз. Яғни өзіміздің сыныбымыздағын жазуға болады. Қалғандарда дәл сондай сөйлемдер.